Мен Күнболатов Қуат Қуанышұлы, жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның Алматы облысы филиалының төрағасымын. Бүгін атауы жоқ Талдықорғанға тиесілі ықшамауданға келдім. Халық өздері де білмейді, тұрғындар атауын бұның. Бірақ жалпылама 3-ші отделениеға тиесілі деп атайды. Сол бұл жерде мәселелер, басты мәселелері су, электр қуаты, көлік, қоғамдық көлік, автобус және интернет мәселесі. Мына электр қуатын алатын болсақ, міне артымда столбылар тұр. Столбылар қолдан жасалынған. Міне қолдан таяқтар жерге қазып орнатылып қойған. Электр қуаттың күші жетпейді, свет өшіп тұрады, әрдайым соған халық шағымданды. Мінекей менің артымда қарасақ, міне осындай столбтар, суда жоқ, светте жоқ, ештеңе жоқ. Әйтеуір, бірақ Талдықорған қаласына тиесілі бұл ықшамаудан. Енді бұл мәселені жалпы ұлттық социал-демократиялық партия көтеріп, бұның шешімін табуына ықпал етеді. Мүмкіндігінше халыққа әрдайым көмектесуіміз керек. Халықтың зарын айтуымыз керек. Жақсылық жасауымыз керек. Мына поленің ар жағында светте су да бар. Содан кейін мына жақта, мына шетінде коттеджный городок деген жер бар. Ол жерде светте су бар. Мына ортасы шамамен 150-200 үй бар жерде ештеңесі қалған жоқ. Әйтеуір қолдан жасаған электр қуаттары бар, бірақ оның күш қуаты жетпейді. Сәлеметсіз апа, таныстырып кетсеңіз өзіңізді. Осы ықшамауданның тұрғынысыз ғой. Қанша болып тұрғаныңыз? 2016-да көшіп келдік. Содан осындай жағдай міне айтып жатырмыз. Құлаққа қысқып. Былтыр да міне мешіттің алдына жиналдық. Одан да ешқандай нәтиже шықпады. Жел соқса сөніп қалады светіміз. Не су жоқ, не свет жоқ. Бірімізден біріміз тартып алып отырамыз. Жағдай солай. Бала шағаларыңыз көп па? Бар, тәуба Құдай. Кішкентайлар бар ма оқитын мектепте? Бар, мектепте оқитын да бар мінекей. Солар дұрыс сабақ оқи ала ма светсіз? Дұрыс сабақ болғанда мына жерде мінекей не жоқ аға. Жаңбыр жауса, қыста балалар тұрып қалады автобус. Тоқтайды, немене деуші еттір еді. Остановка. Остановка да жоқ балаларға. Халық көбейіп келе жатыр, тәуба. Мына жерге автобусты жүргізіп, сол балаларды алып кетуге де болады. Жаңбырда да қиын міне. Жаңбырда, желде, боранда қиын. Светті түрі мынау. Тоқтар жерге салаңдап жатыр. Бәрі сөніп қалады, жел соқса. Біздің ортағына сөнеді. Өздері тамақ саятында қосып отыр. Сіз жаңа айттыңыздар, былтыр Алматы облысының әкімі Амандық Баталов келіп кетті, және жасалады деп, сондай уәде беріп кетті деп. Содан бері бір жылжу болды ма? Жоқ, онда ешқандай жылжу жоқ. Ешкімді не светте жоқ, не суда жоқ. Сіз 10 жыл болды ма осы жерде отырғаныңызға? 7 жыл болды. Сонда шамамен осы ықшамауданда қанша халық тұрады? 250 семья тұрады ғой. Енді жоқ дегенде әр семьяда 3 бала, 5 баладан бар. Ең жоқ деген жоқ. Сонда
Жоқ дегенде бір үйде 2 оқушы бар ғой кішкентайдан үлкен. Mesela 6 balon var. Дұрыс, дұрыс. Қазақтың санын көбейту керек, дұрыс. Автобус да өте керек біздерге, өте керек. Мен түсінгенім, бірінші мәселе ол свет, екінші мәселе ол су, үшінші мәселе ол автобус. Осы ең шешуді ең қажет етіп тұрған осы мәселелер. Көшені сосан кейін айта жатырмыз. Газ енді қаланың өзіне әлі толық кірген жоқ, сондықтан кішкене оны тұра тұрайық. Осы мәселені бүкіл күшімізді жұмсайық. Пілекке жинап аласыздар ғой, солай ма? Қолмен. Оны пәлен күн ішеді, оны қанша күн ішіп жатқанын білмейміз. Оны дұрыстап кейбір көршілермен су ала алмай жататын жағдай болады. Соның бәрін енді үкімет толығымен шешіп берсе. Мына оқушылар көлігі қиын болып жатыр, автобус жүргізіп берсе. Ана былтыр кімді қағып кетіп еді мына жолдан? Оқушылар не деген қауіпті осыны ойлау керек қой. Қалай